Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Менің бүгінгі рецептім көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, өте дәмді, аузыңызда еритін блинный торттың рецепті. Бұл торт кез келген дастарханыңыздың сәнін келтіріп тұрады. Іске кіріспес бұрын әдеттегідей каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Керек ингредиенттердің тізімін видеоның астында описаниеде қалдыратын боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз, жақсылап араластырамыз венчикпен. Оның үстіне қантымызды саламыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі сүтті құямыз, жақсылап араластырамыз, және де оның үстіне ұнымызды кішкенеден түйіршіктер қалмас үшін кішкенеден бөліп салып отырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай бұл тортқа көп ингредиенттер керек болмайды. Қарапайым үйдегі күнделікті холодильнигімізден табылатын қарапайым ингредиенттер. Міне осылай біркелкі болғанша араластырып алдық. Оның үстіне ерітілген сармайымызды саламыз. Сармайдың орнына сұйық майды пайдалансаңыздар да болады. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді алдын ала қызып тұрған табамызда блинныйымызды құйып, екі жағын бірдей қылып сап-сары қылып пісіріп аламыз. Таба қызбаса, менде таба қызбай қалды. Таба қызбаса осылай блинніңіз аппақ болып тұрады. Сондықтан қатты қыздырып алыңыз табаңызды. Жалпы блиннийдің қалың немесе жұқа болуы, ол мына раствор, яғни сұйықтығыңыздың қою немесе сұйық болуына байланысты. Егер қою болса, ол табаға құйылғанда ол жайылып болмайды. Жайылып болмағасын ол қап-қалың болып пісіп шығады. Ал кішкене сұйықтау болса, жайылу да тез, және де блиннилеріңіз жұп-жұқа болып шығады. Не осылай барлық блиннилерді жан-жағына жеткізіп, осылай екі жағын бірдей қылып пісіріп аламыз. Уақытыңызды үнемдеу үшін екі газге екі табаңызды қойып, екі жақтан пісіріп алуыңызға болады. Зато тез піседі. Не осылай мен бәрін пісіріп шықтым. Менің ингредиенттерімнен примерно 20-25 блинний шықты. Начинкасіне кірсек енді. Начинкасіне творог, қаймақ және де қант пайдаландым. Блендерлеп алдым ең алдымен творогтың, себебі біркелкі болу үшін, түйіршік болып кремдер жүрмес үшін. Шекер мен қаймақты ең соңында салдым, себебі шекерді алдын ала салып жіберсеңіз, ол шекер творогтың суын шығарып жібереді. Сондықтан бірінші блендерлеп, творогыңызды сақтап алып, сонан кейін барып қаймақпен жаңағы қантыңызды салуыңызға болады. Не видеодағыдай көріп тұрғаныңыздай 5 блиннийді астына жайып аламыз. Кішкене бір-бірінің үстіне 1-2 сантиметрдей мінгізіп, айналдырып жайып шығамыз да, ортасына блиннийді қойып, осылай қабат-қабат қылып тортымызды жинап шығамыз. Арасына қатты творогты көп жағудың қажеті жоқ. Жұқалап бір слой жақсаңыздар жарайды. Міне көріп тұрғандарыңыздай осылай жинап шығамыз. Креміміздің бәрін жоқпаймыз, где-то бір қасықтай кішкене алып қаламыз. Не үшін екен, қазір айтатын боламын. Жан-жақтарына жеткізіп, шеттерін тегістеп, осылай жағып шығамыз. Ең соңында видеода көріп тұрғандай осылай бәрін ортаға әдемілеп, жиырып біріктіреміз. Жаңағы бір қасық алып қалған кремімізді дәл бірігіп тұрған жеріне кішкене жағып, үстінде клубника жабысып тұру үшін жақтым. Сіз егер ұнамаса жақпауыңызға да болады. Не сәндеп клубникамен осылай әдемілеп алдым. Және де ең соңында сахарный пудра шаштым. Осыны холодильникке 1 сағатқа қойып алсаңыздар, кескен кезде теп-тегіс әп-әдемі болып шығады. Ал мен холодильникке қоймай сразу кестім, сіздерге көрсетейін деп. Міне тортымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, пікірлеріңізбен комментарийда бөлісіңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийда қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал рецепт сізге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыз.